Бір күні қасапшының дүкеніне мысық жүгіріп келеді. Ол ет толы витринаның алдына отырып ет сұрай бастайды. Оны қуып жібереді, алайда ол көп өтпей қайта оралып, тағы да ет сұрай бастайды. Ақыр соңында мейірімді сатушы мысыққа көмектесейін деп шешеді. Ол оған кішігірім ет береді. Мысық болса етті аузына қыстырып алып, жеудің орнына оны бір жаққа алып кетті. Келесі күні де осы оқиға тағы қайталанады. Сатушыға мысықтың етті қайда апаратыны қызық болып кетіп, оның артынан ілесейін деп шешеді. Мысықтың етті қайда апаратынын көргенде сатушы көзіне жас алады. Сөйтсе, дүкеннен алыс емес жерде, кішігірім орында тағы бір мысық бар екен. Ол мысық ару екен, аяқтары сынған. Байғұс мысық жолдасы өліп қалмас үшін оған тамақты өзі тасиды екен. Сатушы мысықтардың достығына қатты таңғалды. Жануар болса да олардың достығы кейбір адамдардыкінен мықты болып тұр. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.